여러분 안녕하세요. 몰리튜브의 몰리쌤입니다. Достар, бүгін бізде күн қазанның 14-і, Кореяға қатысты мынадай қызықты факт бар. Корея елінде әр айдың 14-і күні белгілі бір шағын мереке тойланады. Олай болса, ең алдыменен қаңтар, 14-ші қаңтар бізде Кореяда күнделік күні, яғни Дайори Дэй деп аталады, 1월 14일. Бұл күні Кореяда негізінен парочкалар бір-біріне алдын ала екеуінің сол бір жыл барысында не істегісі келетіндері алдын ала жазылған, немесе екеуі үшін маңызды күндер жазылған жаңа күнделікті бір-біріне сыйлайды. Яғни осындай күнделік күні, яғни сол бірінші ай басталды ғой жылдың, яғни сол жыл бойы не істегісі келеді соны жазылған шағын күнделіктерді бір-біріне сыйлау дәстүрі бар. Екінші, бізде ақпанның 14-і әулие Валентин күні. Бұл бізде де бар, яғни қазақтар қатты тойламағанменен Валентин күнінде Кореядағы Валентин күнінің біздегі Россиядағы тойланатын Валентин күнінен айырмашылығы, бізде мысалға жігіттер қыздарға, қыздар жігіттерге бір-біріне сыйлық сыйлай беретін болса, ал Кореяда Валентин күнінде тек қыздар ғана жігіттерге сыйлық сыйлайды. Оның үстіне тек шоколад ғана сыйланады. яғни 여성이 남성에게 초콜릿을 주며 사랑을 고백하는 날이에요. 2월 14일 발렌타인데이. 3월 14일 화이트데이, яғни 14-ші наурыз бізде ақ күн деп аталады Кореяда. Валентин күнінде қыздар жігіттерге сыйлық сыйласа, ақ күнде, яғни наурыздың 14-інде жігіттер қыздарға гүл немесе негізінен конфет сыйлайды. яғни 남성이 여성에게 사탕을 선물하며 고백하는 날이에요. 4월 14일 블랙데이. Блэк-дэй дегеніміз 14-ші сәуір, яғни қара күн. Қара күнде бізде жаңағы Валентин күнінде және ақ күнде сыйлық ала алмаған, сыйлық бере алмаған қыздар мен жігіттер бірігіп осы қара түсті болып келетін чажаңмён деген тамақты суретте көріп отқандарыңыздай қосылып бірге отырып жейді. Яғни басы бос, жігіті жоқ, қызы жоқ адамдар осылай жейді, бірігіп жейді, немесе жалғыз өзі жейді деген секілді. яғни 4월 14일은 발렌타인데이와 화이트데이에 선물을 주고받지 못한 남녀가 모여 아니면은 혼자서 짜장면을 먹는 날이에요. 다음은 5월 14일 로즈데이. келесі бізде 14-ші мамыр роза күні. Роза күнінде жаңағындай кездесіп жүрген адамдар бір-бірлеріне не істейді? Роза гүлін сыйға тартады. яғни 연인끼리 장미꽃을 선물하는 로즈데이예요. 2월 14일 키스데이. яғни аты айтып тұрғандай, бізде маусымның 14-інде, яғни день поцелуя дейді. 2월 13일은 연인끼리 입을 맞추는 키스데이예요. одан кейін шілденің 14-і бізде 7월 14일 실버데이 дегеніміз күміс күні. Шилбо деген күміс қой. Яғни бұл жерде кездесіп жүрген адамдар болсын, немесе сомтада дейді ғой, яғни енді кездесейін деп жүрген адамдар бір-біріне осындай күміс әшекейлер сыйлайтын күн. Сақина болсын, сырға болсын, білезік болсын, әртүрлі. Келесі 8월 14일, бұл бізде гриндей деп аталады. яғни тамыздың 14-і гриндей, жасыл күн, қазақшалап айтатын болсақ. Бұл жерде парочкалар, кездесіп жүрген адамдар осындай табиғат аясына шығып, орманға барып, тауға барып деген секілді, яғни табиғатпен жақындасып, бірге табиғат аясында уақыт өткізетін күн. Ары қарай 9월 14일 포토데이. яғни 14-ші қыркүйек бізде фото күні. Сурет, бұл жерде 14-ші қыркүйек күні кездесіп жүрген жұптар суретке түсіп, сондай әртүрлі камералармен көптеген суретке түсуге баратын, немесе фотостудия жалдап суретке түсетін осындай фото күні деп те аталады. Бізде 10월 14일 와인데이, яғни қазіргі қазан, қазанның 14-і вино күні, день вина, шарап күні деп аталады. Бұл кезде жұптар, немесе жұп болмаса да, яғни бірігіп, енді жүргелі жүрген адамдар бірігіп шарап ішетін күнді вайн дэй деп айтады екен.
11월 14일 мувидей немесе бұл 14 қараша күні Кореяда негізі көптеген бір гүлді беретін күн, бір гүлдің атауы бар. Одан кейін кино күні деп те айтады, куки яғни печенье күні деп те айтады, әртүрлі атайды. Соның ішінде ең танымалы осы мувидей 14 қараша күні жұптар бірігіп бір-біріменен кино көруге баратын күн, иә, кино күні мувидей. Немесе басқаша кукидей деп те айтады. Кукидей дегеніміз яғни өзін жақсы көретін адамға печенье яғни куки пісіріп береді. Сондықтан да кукидей деп те аталады. 11월 14일 무비데이 아니면 쿠키데이라고 부릅니다. 12월 14일 호그데이 яғни желтоқсанның 14-і бізде құшақ күні, құшақтасу күні. Өзі аты айтып тұрғандай, яғни жақсы көретін адамдар болсын, жақсы көрмейтін адамдар болса да, просто достарын жаңағындай қиын болған кезде, яғни бір-біріне поддержка беру үшін сондай мағынада құшақ алмасатын күнді бізде 14 желтоқсан 호그데이 12월 14일, иә. сонымен жалпы бүгінге осы. 오늘은 여기까지입니다. 다음 영상에서 만나요. 감사합니다.